Баршаңызға қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін картоптан өте керемет тіске басар десем де болады, котлет десек те болады, жылдам дайын болатын ерекше тағам жасаймыз. Бізге қажетті заттар осылай: картоп қажет, бір жұмыртқа, ұн, татымына қарай паприка, қара бұрыш, тұз және де осындай аскөк қажет. Алдымен картоптарымызды турап, салқын суға салып, қайнатып аламыз. Тураған картоптарымызды ыдысымызға салып, қайнатып пісіріп аламыз. Картошкамызды қайнатып алдық. Енді үстіне бір жұмыртқамызды саламыз. Дәміне қарай тұз, бұрышымызды, паприкамызды саламыз. Паприкамызды да аз саламыз. Үстіне укропымызды саламыз, осылай майдалап турап. Және де 2 үлкен ас қасықпен ұн саламыз. Жақсылап еншіктің көмегімен араластырамыз. Барлығын жақсылап осылай араластырып алдық. Енді қолымыздың көмегімен түрлі пішінге келтіреміз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша мен осылай домалақ пішінге келтіремін. Кішкене қолға жабысқақтау болады, қолдарыңызды сулап жасаңыздар. Енді осылай формаға барлығын келтіріп аламыз. Яғни осылай домалақ пішін жасап шығамыз. Картоптарымызды осылай домалақ пішінге барлығын келтіріп алдық. Енді қуырамыз. Алдымен жұмыртқаға салып аламыз. Сосын ұнға аунатамыз. Екі бетін жақсылап аунатып аламыз. Қызып тұрған майымызды қуырып аламыз. Осылай табанымызға салып, екі бетін қызартып қуырып аламыз. Осылай аударамыз келесі бетке қызарғандарын. Картошкадан жасалған котлеттеріміз дайын болып шықты. Хрустящий, керемет болып шыққан. Жасалуы оңай, құрамы өте қарапайым. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Осылай арасына соус қойып жесеңіздер керемет болады. Кез келген балаға ұнайды картоптан жасалған тағам. Мінекей, арасы әдемі болып шыққан. Дәмі де күшті болған. Сіздер де жасап балаларыңызға қуантыңыздар. Осы видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, видеом ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Себебі менде күнделікті керемет рецепттер шығады.